Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle TV арнасы. Бүгінгі видеода 2015 жылы шыққан бесік фильмін қысқаша айтып беремін. Помогите мне! Эта штука затягивает меня! Оқиға Лас-Вегасқа жақын жерде орналасқан жағалаудан басталады. Bir топ жастар түні бойы ішімдік ішіп көңіл көтеруде. Кеш қызық болу үшін бір жігіт барлық адамдардың телефонын қапшыққа салып кілтеп қояды. Содан кейін екі жігіт құбыжықтың жұмыртқасына ұқсас бір нәрсе алып келеді. Олар бұны жағалаудан тауып алған екен. Жастар түні бойы көңіл көтеруде. Олар өздерін қандай пәле күтіп тұрғанын келесі күні таңертең білетін болады. Таң атты. Ең бірінші Кайли есімді қыз оянады. Содан кейін Митч екеуі орындарынан тұрады. Сыртқа шығып достарының жартысы көлікте жатқанын көреді. Қалғандары көрінбейді. Кайлидің жігіті Джонның жанында жақын құрбысы Чантаның жатқанын көреді. Қыз оларға ашуланып айқайлап оятады. Көлік артында Венс пен Ронни да тұрады. Бір кезде Кайли жерге қонған шағаланы құм жұтып қойғанын көреді. Кішкенеден соң достары Марша есімді қызды оятады. Кайли бір нәрсені сезіп, Маршаға құмды баспа дейді, бірақ бәрі кеш. Құмды басқаны сол еді, аяға тартылып жүре алмай қалды. Ол құмды өзіне тартып жатқанын айтады. Достарына көмекке шақырады. Сол сәтте көліктің артындағы Венс оған көмек бермек болып, Кайлиді тынамай бара жатқанда оның аяғын құм өзіне тартып алады. Венс аяғын алам деп жерге құлайды. Оның басын құм жеп қойған еді. Сосын құм толық оны жұтып алады. Марша да құмға батуда. Жастар не болғанын білмей аң-таң болуда. Бұл кезде олардың бірі бір нәрсе дұрыс емес екенін түсінді. Олар полиция шақырайық деді, бірақ та телефонды Митч түнде жинап алған еді. Енді олар құмда батпай бұл жерден қашу керек, немесе осы жерде мәңгі қалады. Біраздан соң Джон көлікті қыздырады, бірақ түні бойы көліктің фары жанып тұрғаннан кейін аккумуляторы отырып қалған екен. Кайли құмға қолын жақындатады. Оның қолына жіп секілді бір нәрсе жабыспақ екен. Біраздан соң Гилбер есімді жігіт бочканың ішінде оянады. Оны достары ұйықтап қалған соң сота салып тастаған екен. Ол өте ашулы, бочкадан шыға алмауда. Достары оған қозғалма, құмға тисең өлесің деп ескертуде. Бірақ ол дым түсінбеді. Сонда да сол жерде тыныш отыруды шешеді. Уақыт өтуде. Кайли мен Митч құтқару үйінде, Джонни мен Ронни көлік ішінде ұйықтауда. Гилбер бочкада. Олар тек 6 адам қалған екен. Ал кеше түнде болған адамдарды жеп қойған екен. Сосын олар ол жерде түнде тауып алған нәрсенің жоқ екенін, жарылғанын көреді. Кейін олар жұмыртқа екенін білді. Оларды өлтірген жұмыртқадан шыққан құбыжық екенін түсінеді. Бір кезде Кайли оларда қалған 3 сосисканы құмға лақтырады. Осылай ол құбыжықтың көлемін білмек болады. Құм 2 сосисканы жеп қояды, ал үшіншісіне тимейді. Сосын олар Гилберге көмектесуді шешті. Джон серфер таяқшаларымен жүріп бастайды. Осы сәтте оны құм жылжытып Джонға құмнан шабуыл жасайды. Бірақ ол аман қалады. Сонда да құбыжық оның ішінен тістеп үлгерген екен. Больно! Джон ол жерден суды тауып алды, қалғандарына таратуда. Барлығы бөтелкені қағып алды. Тек Митч қағамын деп ағашты сындырып алды. Ағаш болмаса ол жерде құлап кетер еді. Джонның жарақаты өршуде. Ол отырғышқа қиналуда. Құбыжық улы болып шықты. Арада уақыт өтіп, оларға телефонды алып көмек шақыру енді ойларына түседі. Телефон багажда. Ронни есімді қыз бір қолымен Митч ұстап тұрған күректі ұстап көліктің багажын ашады. Бір кезде олар тұрған жерге полиция келеді. Ол енді келе бергенде Ронни қолын багажға қыстырып алады. Полиция келіп, оларды не істеп жүрсіңдер деп сұрайды. Жағажай жабық қой дейді. Жастар бұл жерде бір нәрсе бар. Құмда бір нәрсе бар дейді. Сосын ол түсінбей оларға барады. Бір қызығы құбыжық оған тие алмады. Сөйтсе оның етігінде құбыжық тие алмайтындай нәрсе бар екен. Ол бочкада отырған Гилберге келді. Сосын Кайли мен Митчке түсіндер дейді. Сосын олар оның сөзіне құлақ аспады. Полиция күш қолданбақ болған сәтте кілтті түсіріп алады. Осы кезде оған құм жабысады. Полиция құмға перцовый баллон шашады. Сосын қолын алса, қолының жартысын жеп қойған екен. Сосын айқайлап жерге жатқанда оны толықтай құм тартып алады. Митч аяқ киімін киіп, аяғын орауға көліктен Чанадан орамал сұрайды. Бірақ ол орамалды алам дегенде жерге құлайды. Митчке құбыжық бірден жабысты, ал ол айқайлап қиналуда. Осылайша ол да көз жұмады. Помогите, ребята! Кайли темір арқылы көлікке барады.
Сосын Жаннаны жігітімен ұйықтағаны үшін бір ұрады. Сосын қайта татуласады. Ронниді құтқарады. Гилберт бөлшекке сыймай денесі қиналуда. Оны құбыжық сезеді. Ол Гилбертке жақындауда. Осы сәтте қыздар ағашта отырған Джонниге барады. Кайли мен Жанна ағашқа жетіп үлгерді, ал Ронни тепе-теңдікті ұстай алмай жерге құлады. Ронни да осы сәтте өледі. Жанна аяғына киімді орап полицейдің машинасына жүгіреді. Оған ештеңе болмады. Құбыжық Гилбертке шабуыл жасайды. Ол бөлшекті тесіп, жігітті орап жеп қояды. Құбыжық өсіп кеткен екен. Ол Жаннаны ұстау үшін көлікті шайқайды. Жанна құлап есін жоғалтады. Кайли мен Джон басқа амалы жоқ. Жанна есін жиды. Ол көліктен қайықты тауып алып, достарына жайып жібереді. Джон көлікке мініп үлгерді, ал Кайли сыртта қалып қойды. Құбыжық болса одан сайын өскен екен. Қыз көліктен бензинді алып жерге шашады. Жерді өртейді. Жоспар орындалды. Құбыжық өртенді. Осы сәтте Кайли көлікке мініп үлгереді. Джонның жарақаты асқынып кеткесін, ол да өледі. Кайли ол өлгеннен кейін қолын сүйеді. Қыздар құшақтасады. Көлікті қыздырайын десе, көліктің кілті құбыжықтың асқазанында. Таң атады. Оларды таңертең бір адам оятады. Олар тұрса құбыжық жоқ екен. Ал құбыжық болса адамдар көп жерге жүзіп баруда. Фильм ұнады ма? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Келесі видеода қандай фильмді көргіңіз келеді? Сол туралы да жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.